Білеміз, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Алланың елшісі, Алланың сүйіктісі. Біз кешіктік, бірақ оздық деді. Ең соңғы келген пайғамбар, біз ең соңғы үмметпіз, бірақ оздық дегені қияметте ең бірінші жәннатқа кіретін ол бізбіз. Мұхаммед пайғамбарымыздың арқасына жәннатқа кіретін үмметтері бізбіз. Сол үшін біз кешіктік, бірақ оздық деп жатқаны сол. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам тірі кезінде адамдар солай ойлап қалатын еді. Жанындағы сахабалары, сахаба деп жатқанымыз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды көріп, ислам дінін қабылдап, және мұсылман болып өміріне өткендер. Сахаба деп айтылады. Сол кісілер пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жанында жүрген кезде олар ойлайтын еді, Алланың елшісі мені ең қатты жақсы көреді деп ойлайтын еді. Алланың елшісі мені ең қатты жақсы көреді, ең сүйіктісі менмін деп ойлайтын еді. Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның мәмілесі сондай еді. Өте жақсы мәміледе болды. Іздеп отыратын еді. Пәленше қайда? Көрінбей қалды ғой. Сырқаттанып қалған жоқ па деп бәрін түгелдеп отыратын еді. Барлығы ойлайтын еді, мені пайғамбар өмір іздеп жүреді, күніге іздейді, мені жақсы көреді деп. Сөйтіп бір сахаба не істеді бір күні, сұрайынша Алланың елшісінен, мен ең қатты жақсы көретін мен шығармын ол кісінің деп. Сұрайды, Алланың елшісі, сіз ең қатты кімді жақсы көресіз дейді да. Ішінен мен айтатын шығар деп күтіп отырды да. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам тұрды да, Абу Бәкірді жақсы көремін деді. Абу Бәкір Сыддықты білесіздер ғой. Ең бірінші дінді қабылдаған кісі. Сөйтті да, ол кісі енді пайғамбарымыздың ең бірінші дін қабылдаған сол ғой. Ол кісі ең қатты жақсы көретін бәлкім сол шығар, мен екінші шығармын деп ойлады да. Хижрат қылғанда да жаңағы жанында жүрген сол Абу Бәкір еді. Одан кейін кім жақсы көресіз деген еді. Одан кейін Омарды жақсы көремін деді. Дұрыс, Омар да енді дінге кірген екен, сондай жақсылығы өтті ғой мұсылмандарға деп жаңағы. Одан кейін мен шығармын деді дейді жаңағы. Одан кейін кім жақсы көресіз деген еді. Өйсіп, Осман, Али, Хадишаны жақсы көремін деді жаңағы. Өйсіп кетіп жатыр. Сосын ол кісі тоқтатты да. Маған әлі ұзақ екен ғой деді да. Көрдіңіз бе? Ол кісі бірақ мәмілесіне қараса, сізді ең қатты жақсы көретін секілді деді да. Барлық адамға солай еді да. Барлық адам сөйтсе ішіне ойлап жүреді екен. Мені пайғамбар ең қатты жақсы көреді, барлығынан артық көреді деп та. Мәмілесі сондай еді. Ал енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сол тірі кезінде олар пайғамбарымыздан қалаған сұрап алатын еді ғой. Алланың елшісі мынандай болып қалды, проблемасын бәрі жаңағы не істейміз деп. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам білсе айтатын, білмесе Аллах Тағаладан жауабын күтетін еді. Аллах Тағала аят түсіріп не істейтін еді? Оның сұрақтарының жауабын беретін еді. Ал пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам кетіп қалған екен, не қылды араларынан? Олар сондай бір қатты күйзеліске түсті да. Енді білмейтінін сұрайтын десе ешкім жоқ қой енді. Пайғамбар кетіп қалды арадан. Алдын білмегенін сұрап алатын еді. Сол үшін біздегі ең жоғарғы нәрсе Алла Тағала және оның елшісі тұру керек екен да. Ең жоғарғы мәртебеде бізде көкейіміздегі, сеніміміздегі махаббатымыз ең жоғарысы Аллаға бірінші. Кейін оның елшісі Мұхаммед пайғамбарға деп тұру керек екен. Сонда бізге одан кейінгі нәрселер ешқандай қиындық туғызбайды екен. Сол үшін Аллах Тағала Құран кәрімде келтіреді. Кейбір адамдар дейді, Алладан басқа нәрсені өздеріне пұт етіп алады дейді. Пұт деген сөз ол біз білетін тастан немесе ағаштан қашаған нәрсе ғой. Ғалымдар айтады, тек ол емес дейді да. Алладан, пайғамбардан жоғары қойған нәрсенің бәрін айтып жатыр ол жерде дейді. Яғни ол не болуы мүмкін? Бір адамдар өзінің жоғары креслода отырса, үлкен орында, мысалы, соны қатты үлкен орынға жақсы көріп қою мүмкін да. Содан түсіп қалған кезінде сондай дағдарысқа түсіп, өзін тастап қойып жаңағыдай. Өте қиын жағдайға түсіп, инсульт болып құлап атады да. Көтере алмай қалып атады ол нәрсені. Мен қалай бастық едім, бірден құлап қалдым деген сияқты да. Себебі ол соны қатты дәрежеге қойып жіберді дейді да. Және біреулер байлығын солай қойып қояды дейді. Байлығын бәрінен бірден айырылған кезде не істейді? Сонда депрессияға түседі дейді. Ал енді біздің ең үлкен дәрежедегі махаббатымыз Аллаға
және оның пайғамбарына болатын болса, біз олай қиналмаймыз дейді. Алла берді, Алла алды. Аллах та өзі берді ғой. Байлықты да берген Аллах Тағала, мәртебені де берген Аллах Тағала, денсаулықты да берген маған Аллах Тағала ғой. Аллах Тағала берді, қайтып алды ғой. Перзентті де берген Алла еді ғой. Бермесе не болар еді? Берді, қайтып алды. Сынақ. Осылай біз жеңіл қабылдаған болар едік та. Себебі Алла мәңгі, ең үлкен дәрежеде тұрған, бізде махаббатымыз Алла Тағала болғаннан кейін ол мәңгі ғой. Басқа нәрсе тек жоқ болып кетпейді ғой. Одан кейін біз күйзеліске түспейміз да. Сол үшін бұрынғы адамдар жаңағыдай ондай өзіне өзі қол жұмсап көтере алмайтын нәрсе болмаған да. Кейбір кісілер әйел кісіге сондай махаббат қойып жібереді дейді. Ана әйел басқа біреуге тиіп кетті ма, болды, жаңағы өзіне қол жұмсап қой сақтасын, суицидке барып жатады дейді да. Жоқ, олай емес. Сол үшін кейбір әйелдер күйеуіне солай. Күйеуіне ажырасып кетті ма, болды, өзін тастап жаңағы асылып өліп қой сақтасын. Күйеуін сонда қатты неге қойып қойған? Көрдіңіз ба? Жаңағыдай байлығын сол дәрежеге қойып қойған адамдар сол Аллаға емес, сол нәрсеге табынып жатыр деп Аллах Тағала айтып жатыр да.